Баршаңызға сәлем. Сізбен бірге Айнұр. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте жылдам және өте дәмді шығатын сүтсіз дайындалатын кекстің рецептімен бөлісемін. Егер де қызық болса, видеоның соңына дейін көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Ал енді бастайық. Бізге қажетті ингредиенттер: 2 жұмыртқа, 2 ас қасық қант, 1 чай қасық ұн қопсытқыш, 1 ас қасық какао, 2 ас қасық сұйық май, 2,5 ас қасық ұн керек. 2 жұмыртқаны жарып саламыз, 2 ас қасық қант, 2,5 ас қасық ұн, 1 ас қасық какаоны саламыз, 1 чай қасық ұн қопсытқыш және 2 ас қасық сұйық майды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде ретті маңызды емес, қайсын бірінші, қайсын екінші салғаныңыз маңызды емес, тек іртік болмау керек, осындай қоспа шығу керек. Біркелкі қоспа. Микроволновкаға 3 минутқа саламыз. Мінеки кексіміз дайын болды. Өте әдемі болып шығады. Егер де сіздерге ұнаса, комментария жазып, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.